Senin қатысуыңды күтеміз, біз сені күтеміз. Иеміз. Біз еш нәрсеге мұқтаж болмаймыз, бірақ біз әрқашан мұқтажбыз. Сенің қатысуыңда бұл біздің басты қажеттілігіміз, мен сенен сұраймын. Сенің рухың, сенің қатысуың. Бізді құрметтесін, бізді иеміз өзінің қатысуымен, өзінің қозғалысымен, күшімен құрметтесін. Киелі рух, жай ғана мен арқылы сөйле, мені Құдайым қолдан. Бұл сөз біздің жүрегімізге жетсін, және сенің есімің әрқашан және барлық жерде мадақталсын. Әумин. Ал бүгін біз жалғастырамыз. Ал екінші серия кім біріншіні көрмесе, бірінші сериядан бастауға кеңес беремін. Шайтанның ісі деп аталды, немесе сұр аймақтардың қарғысы. Міне, бүгін біз шайтанның ісін уағыздаймыз. Сұр аймақтардың қарғысы тек екінші серия. Біз қозғаламыз, біз көне өсиет туралы көбірек айттық, ал барлық храмдарда көрініс болғанын көрдік. Міне, шайтан өзінің ізін қалдырды, ал біз әлі де шайтан туралы, оның істері туралы шіркеуде айтуды жалғастырудамыз. Бүгін біз оның шіркеудегі істері туралы айтатын боламыз. Киет, бүгін ал өйткені киелі кітап білесің бе, ол оның ойлары бізге болмауы керек деп айтады. Белгісіз, иә, 2 Коринфтіктерге 211 онда оның ниеттері туралы жазылған. Түсіндім, жарайды. Алдыңғы уағызда біз оның ескі өсиеттің барлық храмдарында қалай көрінгені туралы айттық және аяқтадық. Иса храмға келіп, қамшы жасап, саудагерлерді храмнан қуып шығарды деген. Столдарды аударып, ақша шашып, менің үйім дұға үйі деп аталады деді. Біз шайтанның Құдайдың киелі орнына шабуылы адамдар арқылы, қызмет етуге шақырылған адамдар арқылы болады деп айтты. Киелі жерде және Құдай үшін жағдай жасау үшін негізінен шақырылған адамдар. Оның қатысуында, міне, көбінесе Құдай өзінің шайтаны Құдайдың киелі орнына шабуыл жасайды. Ал қашан? Діни қызметкерлер бұл шарттарды бұзды. Құдайдың даңқы киелі жерден кетіп қалды, яғни киелі жердің мәні бір ғана нәрседе. Құдайдың қатысуында, ал Құдайдың қатысуы ғибадатханадан кеткенде, ғибадатхана өз мәнін жоғалтып, жай ғана автоматты түрде қиратылды. Ал шайтанның мақсаты әрқашан бірдей, ол мұны әрқашан адамдар арқылы жасайды. Ол адамдар арқылы киелі жерді арандап, Құдайдың даңқы оны тастап кету үшін рәсімдер емес, киелі жерде қызмет етуге шақырылған адамдардың қасиеттілігі. Құдайдың қатысуының себебі біз патшалықтардың бірінші кітабының бірінші тарауын оқығандарды көреміз. Жарайды, бірінші тараудан басталады. Пайғамбар Самуил туралы осы тарих басталады. Иә, сол жерде біз көріп тұрмыз. Кейінде осы екі қызметші қызмет еткен кезде қызметшілер Хофни, Финес, діни қызметкерлер әулетінен, Әрун әулетінен шыққан, бірақ олар жарамсыз болды. Мінезі рухы бойынша жарамсыз, өмір салты бойынша және даңқ сирек болған жерде сөз сирек көрініс болған деп жазылған. Киіз үйдің болуы жиі емес еді, бірақ ол жерге левит болмаған Самуил келгенде Ааронның ұрпағынан шықпаған. Ааронның және қызмет ете бастаған ұрпағынан шықпаған және жазылған, бірақ сөз ол. Құдай Самуилмен сөйлесе бастады, және оның сөзі бүкіл Израильге жетті, және бірде-бір сөз болған жоқ. Орындалмады. Құдай Самуил арқылы айтқаның бәрі орындалды, ал қасиеттілік. Бұл шайтан үшін агрессивті орта, оны байланыстырады, ал сондықтан ол әрқашан бір әдіспен әрекет етеді. Ол киелі жерде өз адамдарын, өз тұттарын орнатып, сұр аймақтар жасайды. Оның ісі киеліні араммен араластыру. Міне, оның міндеті осыны араластыру. Ал оның қазіргі тұттары бұл шайтандар емес, шайтандардың мүсіндері емес, бұл ілім. Бұл бүгін шіркеуге өте белсенді түрде енгізіліп жатқан. Інжілді осының ілімдерімен араластырған жалған ұстаздар арқылы енгізілетін адасушылықтар. Дүниесі психологиямен табыс туралы ілімдермен өркендеу, және оның мақсаты біздің мотивациямызды өзгерту. Мотивациясы Құдайға қызмет етуге, оның жеке уақытша жердегі пайдасы болу үшін. Филиппиліктерге 3 тарау 17.
20 өлең анияуында не бар бауырлар маған еліктеңдер және істеп жатқандарға қараңдар. Бізде қандай бейне бар, өйткені мен сіздерге жиі айтқан көптеген адамдар бар, қараңыз, жиі айттым сізге және қазір тіпті көз жасымен айтам, Павел бұл туралы көп айтты, ал қазір көз жасымен айтады, себебі бірдеңені адамдар түсінбейді, оларға айтылғанды. Мәсіхтің жауларындай әрекет етеді. Олардың соңы жойылу. Қараңызшы, қандай маңызды нәрселер болып жатыр. Олардың соңы жайдан жай жойылу емес. Олардың құдайы қарындары, ал даңқы ұятта. Олар жер туралы ойлайды. Мен жер туралы ойлаймын, ал кім ол туралы ойламайды жер туралы? Біз бұған оңай қараймыз деп көрінеді. Иә, қашан? Барлық мотивация, ол мен бүгін не істеу керектігін қарасам. Барлық мотивация, сен табысты боласың, міне бүгін бір қарадым. Ролик бар, ол жерде мен сендердің қандай машиналарың болатынын көріп тұрмын. Ой, сендердің бәрінде қандай машиналар болады, және адамдар сондай. Қалай білесің ғой, жер туралы ойлау деген ұят нәрсе, шіркеу үшін, Мәсіх үшін осы нәрселерді іздеу бұл. Жай ғана ұят. Соңы жазылған, құрдымға кету. Ал біздің тұрағымыз көкте, қайдан? Біз құтқарушы иеміз Иса Мәсіхті күтеміз. Міне, жаулардың әрекет ету үлгісін көріп отырсыздар. Мәсіхтің олар шіркеудің артында емес, шіркеудің ішінде жүреді. Олар өздерін Мәсіхтің жаулары деп атамайды. Олар біз доспыз дейді, бірақ олардың мотивациясы жердегі жетістік болғандықтан, олар дұшпан. Жердегі жетістік олардың басты. Мотивациясы жердегі жетістік. Олардың даңқ деп атайтыны, яғни олар үшін. Даңқ бұл олардың несі бар, менің көлігім қандай, үйім қандай, қаншалықты табыстымын, және міне осының бәрі. Ал бұл аспан үшін масқара. Естеріңізде болса, Аян кітабында айтылғандай, Лаодикиялық шіркеулер сенен баймын деп айтасың, еш нәрсеге мұқтаж емеспін дейсің, бірақ сен рухани әлемде кедей, жалаңаш екеніңді білмейсің, кедейсің, жалаңашсың. Ал қызметшілер ерес уағыздайтынын білесің бе, ондай қызметтің нәтижесі адамдардың Құдайдан жиренуіне әкеледі, немесе оларды тыңдағандарды өзінен екі есе нашар етеді. Бұл туралы Библия айтады. Матфей 23 тарау 15 тармақ. Павел ол Иисус ол былай дейді, қайғы сендерге, заң мұғалімдері мен фарисейлер. Бір қарағанда қандай қайғы, заң мұғалімдері мен фарисейлер сол заманның ең діншіл адамдары, өйткені сендер теңізді, құрлықты кесіп өтуге дайынсыңдар. Жаңа аудармада оқығанымдай, өзіңе бір жақтас табу үшін, және сондай адамды тапқан кезде оны сендерден де жаман тозаққа айналдырасыңдар. Мұны шіркеу қызметкерлері істейді. Адамдарды храмның қызметкерлері, Библияда шіркеудің өмірінде әртүрлі рухани кезеңдер бар екендігі айтылған. Ояну маусымдары болады, білесің бе? Бұл маусымдарда Иса Мәсіх шіркеуінің күші, ұлы кереметтер көрсетіледі. Болады, ал кім біледі, Азузаритте қандай кереметтер болғанына қызықты ма? Құлақтар өсіп шықты. Мұрындар, аяқтар, қолдар кетіп жазылмайтын аурулардың бәрі бар, мұндай кездер болады. Ояну уақыты білесің бе? Бұл шіркеудегі билікті көрсетеді, және көптеген адамдарды Мәсіхке тартады, олар бар. Бірақ білесің бе, бұл уақыттар қашан аяқталады, бірақ барлық. Бұл жерде көбінесе шіркеу бірден жақсы, ол жай ғана сирейді, жақсы, 10 есе көп болуы мүмкін, яғни қалмайды. Іс жүзінде бұл уақыттан кейін ештеңе қалмайды, нағыз адамдар қалады. Шынайы мәні барлар осы кереметтерге сенбейді. Келді ғажайыптар кезінде халық көп болады, бәрі солай, иә, шегіну маусымдары бар. Бұл да шіркеудің маусымдары, олардың мақсаты бар, ол анықтауға шақырылған. Шынайы табынушылар мен діни қызметкерлер. Ал бүгін міне біз жақсы маусымдамыз, азғындық маусымында. Онда Седрах, Мисах, Авдинага секілді жалпы азғындық ортасында ақиқатта қалған адамдар анықталуы керек. Азғындық маусымы бұл адалдарды анықтау маусымы. Езекиилдің 40 тарауының 11 аятын оқимыз. Бұл Садоқтың ұлдарынан шыққан діни қызметкерлерге арнаңыз, олар менің күзетімде тұрды ол кезде. Исраил ұлдарының бас тартуында менен бас тартпаған, басқа левиттер сияқты. Қараңыз, көріп тұрсыз ба, бұл пайда болды. Леви тайпасы, ал Құдайда тіпті бас тарту уақыттары да.
Оған жұмыс істейді. Олар оған адал адамдарды анықтайды. Ал естеріңізде ме, Мұса кеткен кездегі бас тарту уақыттары? Тауға шығып, олар Израиль бұзауын орнатты. Олар оған табына бастады. Және олар айтты, міне сенің құдайың Израиль. Бірақ кейін Мұса түскенде, және онда Құдай кімге жақын деген шақыру болды. Және содан кейін Леви тайпасы анықталды. Ол барлығынан бөлініп шықты. Ол әрине бөлініп шықты. Өйткені Леви тайпасы жақындады. Дәл бас тарту кезінде жақындады. Ол Леви тайпасы ашылды. Ол вероотступничество кезінде ашылды. Ол кезде шегінбеген. Жалпы вероотступничество біздің құндылықтарымызды және шынайылығымызды көрсетеді. Біздің табынуымыз кімге тиесілі? Шын мәнінде барлығы шегінген кезде, сен қайдасың вероотступниктермен бірге. Шегінген көпшілік шегінді, 11 тайпа шегінді. Біреуі қалды, левилер 11 алдында секірді. Телец, енді сен көпшілікпенсің бе, әлде ашылықпен бе? Ал көпшілік әдеттегідей болады. Ашылық ол әрдайым солай болады. Міне, олардың адалдары ашылық. Білесің бе, менің бір таныс ағам бар. Сонымен біз көп араласамыз, және оның жағдайы бар. Білесің бе, оның шіркеуде жағдайы бар. Жалпы. Оның әйелі бар, ал оларда ажырасуға ықпал етті, және ол айтады, міне, қалай болып жатыр. Яғни менімен ажырасуға кеңес береді, ол ішпейді, ол темекі шекпейді, ол шынайы ажырасуға себеп жоқ. Ол оны ұрмайды, ешқандай қауіп жоқ, бірақ дәл пасторлар ажырасу керек деді, және ол одан ажырасты, және ол ашылықта қалады, ол шіркеуден шығарылған сияқты, ол шіркеуде қалады ол. Дейді, сен білесің ғой, бір аптадай бұрын ол маған телефон шалып, былай дейді, мен оның парақшасына кірдім, ал ол карталарды жарнамалайды. Білесіз бе, қазір христиан карталары бар, тіпті пайғамбарлар христиандарға картамен балашады. Онда екі ағайынды акробат бар, біреуі үнемі бір нәрсе істегісі келеді, ал екіншісі картамен балашады. Карталарды жарнамалайды, және бәрі солай. Ал олардың көпшілігі үшін бұл қалыпты жағдай. Ал ол жалғыз қалды. Біреу, міне, ол бізге келуге жатыр, мүмкін келерміз. Білесің бе, қашан сен адал болсаң, Мәсіхке сен мүлдем жалғыз қалуы мүмкін. Ал білесің бе, жалған ілімдердің артында әулие рух болып бүркенген рух тұр. Шайтанның мақсаты шіркеуге жалған ілім енгізу, ал рухты ауыстыру. Жалған ілімді қалай білуге болады? Оны қалай ажыратуға болады? Көбінесе қазіргі жалған ілімдерде қасиетсіздік бар. Міне осы. Бірінші көрсеткіш қасиетті қадір кетіру, қасиетті өмір салты және асыра сілтенген жетістік, гүлдену, байлық. Міне бұлар. Нәрселердің бәрі дәріптеледі. Ал қасиеттілік дегеніміз не? Ол кімге керек? Не үшін керек? Маған менің қалай өмір сүріп жатқаныма қарамаңыз, Исаға қараңыз, ол қандай, міне, көзді олардың қалай жүргізетінен аударыңыз. Өзім, бірақ Павел айтады, ол айтады, маған Мәсіхке ұқсап еліктеңдер. Шайтан неліктен? Шайтан қасиеттілікті жек көреді. Ол оны жек көреді, өйткені ол оның әрекеттерін байланыстырады. Шынымен білесіз бе, біздің дұғаларымыз емес, біздің бұйрықтарымыз оны байланыстырады. Өмір салты, қасиетті өмір салты, міне, не? Оның киелілігін, жұмсақтығын, кішіпейілділігін, мойынсынуын байланыстырады, міне, бұл агрессивті орта. Ол үшін, ал біздің Мәсіхке деген шынайы құлшылығымыз, білесің бе, бұл әндер емес, бұл біздің нағыз құлшылығымыздың киелілігі. Бұл киелілік, біз бәрін айта аламыз, бұл біз үшін оңай, біз мұның бәрін жасай аламыз, бірақ киелілік міне. Мұнда бәрі әлдеқайда қиындап кетеді. Іс оңай болуы мүмкін, білесің бе, біздің ғибадат әндерімізді тыңдауға болады. Ал егер олардың артында оны байланыстыратын өмір салты тұрмаса, онда бұл жай ғана бос нәрсе болып қалады. Адамдар киеліліксіз ғажайыптарды көргенде, білесің бе, міне, ғажайыптар бар. Менде бүгін осындай кездейсоқтықтар көп. Тек қана сол жердегі қасиеттілік жағын ашар. Бұл тек бір нәрсеге үйретеді. Қасиеттіліктің қадірін кетіру. Қадірін кетіремін. Егер ғажайыптардың көзі қызметкерден қасиеттілікті талап етпесе, онда бұл жалған көз.
Құдай әрқашан қасиеттілікті талап етеді. Өзінің қызметкерінен. Әрқашан бүкіл Библия осы туралы айтады. Егер сізден талап етілмесе, қайдан не үшін сол кездегі бастау бұл тиеліксіз біздің шайтанға қарсы барлық әрекеттеріміз жай ғана бос нәрсе бірақ. Оған нағыз қысымды біздің ішкі күйіміз, біздің ішкі жемісіміз тудырады, бейбітшілік, қуаныш, махаббат, жұмсақтық. Кішіпейілділік, мойынсыну, сенім, адалдық, шыншылдық, киелілік, міне оның жеңіліске ұшырауының қарулануы 1 Тимофейге. 4 бап 1 өлең рух соңғы заманда кейбіреулер сенімнен бас тартатынын анық айтады. Азғырушы рухтарға және жындардың ілімдеріне құлақ салу міне ол қайнар көзі. Өтірік мұғалімдердің көзі шіркеудегі күпірліктер, бұл қызметтердің авторлары шайтандар, бұл ілімдердің шайтандары. Бүгін мен шіркеуде шайылып жатқан жағдайға тап болған адамдармен жиі кездесемін. Інжіл шекарасы. Егер олар бұл жағдаймен келіспеуге тырысса, олардың бастарынан өтіп жатқан жағдай, олар жай ғана шындық үшін қуылады. Жай ғана қуылады, болды. Оларды қабылдамайды және оларға онда жай ғана қалу мүмкін емес. Біз ояну туралы айтамыз, біз дұға етеміз, бірақ басында шіркеу Иса Мәсіхтің інжіліне қайта оралуы керек. Шіркеу бүгінде немен болса да айналысады көкке шығып. Аспанда дабылмен, жалаулармен билейді, біреулері Кариблейк бойынша, басқалары Дерек Принц бойынша, үшіншілері Сент Джошуа бойынша өмір сүреді. Төртіншілері бәріне түкіріп, бізде өз жолымыз бар дейді, бірақ білесің бе, мен саған не айтайын? Жалғыз ақиқат бар. Ілім бұл Иса Мәсіхтің ілімі. Жынмен қазір конференциядан келдім. Иә, конференцияда жын айқайлады. Әйелдер мен оған у бердім, ал қашан? Міне, осы қызметші Евгения ол. Осы конференцияда қызмет етті. Ол қандай у бердім деді, ол өтірік бердім деді. Өтірік рухани әлемнің уы болып табылады, оның әсері улану және рухани. Смерть, ложь, бұл шайтанның жанын өлтіруге арналған қаруы. Біз әрі қарай білесіз оқитын боламыз не? Ерес, бұл кафедрадан шыққан қауіпсіз дәуірдің біріншісіндегі әзіл емес, оның енгізу функциясы бар. Құрдымға оның нақты құрдымға енгізу функциясы бар, бұл туралы киелі кітап айтады. Сонда сұрақ туындайды. Егер бәрі соншалықты қауіпті болса, бәрі соншалықты күрделі болса, біз неге соншалықты ашықпыз? Неліктен бүгін? Бәлкім, қазірдің өзінде көпшілік бүгінде бұл өтірік нәрсенің нормасы. Неге олай болды? Ал ең бастысы, өтірік бар. Бізге тәтті дәм және құлақ пен жүрекке жағымды шайтан әрқашан бір алгоритм бойынша әрекет етеді. Ол еденде қалай әрекет етті? Ал алманы жеп, нәтиже алыңыз, жай ғана алма жеп, нәтиже алыңыз біз. Ол әрқашан бізге ұсынатын әдіспен, ол бізге уәде ететін нәтиже ұнайтын болады, жай ғана алма жеде. Құдай сияқты боласың, ол Еваға уәде берген. Немесе бүгін майланған сумен себінсең, майланған боласың. Ал інжілді қажет етпейді. Оқу да қажет емес, құрбандық та қажет емес, күнәні жеңу де қажет емес, момындық процестерінен өту де қажет емес, мінезді өзгерт. Ештеңе қажет емес, жай ғана алманы істесең, Құдай сияқты боласың. Міне, бізге оңай кіретін нәрсе. Мен айтамын, саған қандай да бір керемет нәтиже уәде етілгенде, мысалы, бұл конференцияларды білесің бе? Бағасыз майлауды іске қосу, немесе жолсыз жетістікті іске қосу, міне, шайтанның шіркеуде болуының белгісі. Иса, мен жолмын деді. Айырмашылықты сезесің бе? Жолдың басы да, аяғы да бар. Бұл алма емес. Тістеу керек. Және осы екі нүктенің арасында уақыт бар, басталуы мен аяқталуы. Бұл Мәсіхтің соңынан ерудің зияны. Іс бізді күтуді, төзуді, бағасын төлеуді ұнатпайтынымызды біледі. Сондықтан оны алдау оңай, әсіресе. Шайтанның іс-қимыл алгоритмдерін және Құдай жолдарының алгоритмдерін түсінбеген кезде. Оның бір алгоритмі бар, бұл тез және уәде. Ауырсынусыз қалағаныңызды алыңыз. Ол әрқашан бір нәрсені уәде етеді, тез ауыртпалықсыз сіз қалаған нәрсе. Ол Исаға шөл далада қалай ұсынғанын есіңізде сақтаңыз. Жай ғана табыныңыз және бәрін аласыз. Хауа анаға да жеміс жеуді ұсынды. Құдай сияқты боласың. Бірақ Иса бүкіл билікті әкесінен алу үшін азап шегу, ауырсыну, мойынсыну жолын таңдады. Ал
бізбен шайтан Исаға қарағанда оңайырақ әрекет етеді. Әрине, ол жай ғана жағымды күнәға айырбастауды ұсынады. Қандай да бір жағымды күнә үшін миға дофамин дозасын қарапайым шығару үшін. Біз келісеміз. Бұған үйренеміз және осы сұр аймақта өмір сүреміз. Ал білесің бе, Құдай туралы айтудың екі үлкен айырмашылығы бар. Принцип бойынша мұны істеуге болады, кез келген жағдайда дерлік. Егер сенен арақ иісі шықпаса, сен сөйлей аласың. Ал басқаша өмір сүру. Адамдар сенің өміріңде Құдайды көру үшін. Бұл шайтан үшін қауіпті. Сен солай өмір сүрген кезде, адамдар сенің өміріңде Құдайды көреді. Бұл оған қауіпті. Бұл жай ғана сөйлеу емес, бұл басқа деңгей, өйткені. Басқаша өмір сүруге тура келеді. Бұл қасиеттілік, тыныштық, қуаныш, адалдық, мейірімділік, қарапайымдылық, жоқтық. Дүние қоңыздық міне, бұл сенімнің шынайы белгілері. Егер олар болса, онда адамдар біздің өмірімізде көре бастайды. Құдайды және керісінше күпірлік, күнәлар, өтірік, тәкаппарлық, күмісқұмарлық, бұл да рухани белгілер де және. Мұның бәрін көргенде, неге бірден танымаймыз, алдымызда кім тұр? Бұл сұр аймақтың принципі, шайтанның мекені, оның әрекеті білесіз бе? Менде бұдан бұрын бірнеше жыл бұрын жұмыс істегенмін. Лубянкадағы орталық балалар дүкенінде фотограф болып, студияда, онда көптеген фотографтар жұмыс істеді. Маған айтты, мен де оларға мәсіх туралы айттым. Олар сенен бұрын бір адам осында мәсіх туралы айтты деді, ол айтты. Сендер қараңғысыңдар, мен жарықпын, және осы тақырыпты осылайша көтерді. Қысқасы, олар жұмыстан кейін не дейді? Енді сыраға дейді, ол тұрып, жарайды, жүріңдерші деді. Сыра ішіп отырғанымызда олар жарайды. Бізбен не істеп жүрсің, кім жарық, кім қараңғы? Міне, осылай білесің бе, менде әлсіз тұстарымыз болуы мүмкін екенін түсінемін. Мұның бәрі болуы мүмкін, бірақ онда онымен күрес болуы керек. Бірақ күрес болмаған кезде, келісім болған кезде, біз бәріне қол сілтедік дейміз және солай өмір сүреміз. Біз өз күнәларымызға ақтау таптық. Мен білесің бе, өтірік не істейтінін айтайын. Өтіріктің қандай әсері бар? Өтірікпен уланған адамдар өз қателерінің қауіптілігін сезбей. Және біз оларды бір нәрсеге сендіре алмаймыз, бірақ біз өзімізден бастай аламыз. Ояну әрқашан басталады. Менімен, бізге інжіл құндылықтарын, рух құндылықтарын көтеру маңызды. Бүгін білесің бе, күшін жоғалтқан тұс туралы аспанның ауырғаны. Иса саудагерлерді храмнан қамшымен қуып шығарғанда, шәкірттер жазылғанды еске алды. Сенің үйіңе деген қызғаныш. Сенің үйіңе деген қызғаныш мені жейді. Иоаннан 2 тарау 17 аят. Құдай өзінің храмына қызғанады. Бір күні бұл қызғаныш әрекетке айналады. Бүгін бізде өткеннің екінші бөлігі бар. Уағыздары біз қазіргі шіркеудегі шайтан туралы айттық. Бүгін біз қазіргі шіркеудегі шайтан туралы айтамыз. Жаңа өсиет шіркеуі, ал бүгін шіркеудегі шайтан едендегі жылан емес. Иә, оның жаңа киімі бар. Бірақ бәрібір қару. Өтірік шайтанды танудың қиындығы неде? Ол ешқашан өз бетімен келмейді. Ол біз үшін қолайлы болатын маскамен келеді. Ал тіпті бізге ұнауы да мүмкін. Білесіз бе, ол тікелей келмегенде біреу арқылы келу керек болды, және ол әйелі арқылы келді, Хауа арқылы, ол әрқашан біз қабылдайтын нәрсе арқылы келеді. Хауа жыланды қабылдады, адам қабылдады. Хауаны Хауадан, міне, осылайша бәрі біз қабылдайтын нәрсе арқылы таралады. Сондықтан да бізге оны тану маңызды. 2 Коринтіктерге 11 тарау 13-15 аят. Өйткені мұндайлар жалған елшілер, қулар, мәсіх елшілерінің кейпіне енушілер. Оларға бұл қалай сәтті болады? Мәсіх елшісінің кейпіне қалай енуге болатынын ешқашан ойлаған емеспін.
Және бұл таңқаларлық емес, өйткені шайтанның өзі де жарық періштесінің кейпіне енеді. Сондықтан оның қызметшілері де әділдік қызметшілерінің кейпіне енсе, онда тұрған ештеңе жоқ, бірақ соңы істеріне қарай болады. Міне, қиындықтың не? Екенін түсіндің бе? Ал ақыр соңында әшкерелеу кезі келгенде, міне, осы ақыр соңы келіп, бәрі анық болады. Бірақ бізге бүгіннен бастап оны тану керек. Шайтан діни қызметкердің киімін кигенде, оны қалай тануға болады? Ол өзін елші деп атаған кезде, оны қалай тануға болады? Шіркеудегі шайтан мүйізді адам емес. Айырмен ол елшілер, пайғамбарлар, қызметшілер ретінде бүркемеленген. Шайтан ол бүркемелеумен камуфляж шебері, ол жарғасында сондай бүркемеленгендіктен Коринфтегі шіркеу оны тани алмады. Және Павел оларға айтады: балалар, сендер кімді деп ойлайсыңдар? Елшілер, жалған елші, олар үшін бұл үлкен жаңалық болды. Мұны аздап ойластырайық. Міне, аздап осы жалған елшілер шіркеуде қызмет етпеуі мүмкін бе? Елшіміз деп атаған осы адамдар. Мысалы, портта жұмыс істей ала ма? Портты қала докерлері қаптарды сүйреп, кемелерді тиеп, осындай нәрселермен айналыса ала ма? Бірақ біз оларды шіркеуде көреміз, яғни адамдар шайтан рухының әсерінен. Немесе Паул оларды атағандай, зұлым жұмысшылар әрқашан қызмет етуге ұмтылады. Қызмет, олар бір нәрсеге ұмтылмайды. Барыңыз, сөмкелеріңізді алып жүріңіз, содан кейін сыраханаға барыңыз. Бұл оларға қызық емес, ал шайтан ол үшін әлдеқайда айлакер, нәзік, және ол әрқашан шіркеуге асығады. Яғни бұл адамдар айлакер, олар. Әрқашан қызмет етуге тырысыңыз. Күнә жасауды жақсы көретін адам барады, және күнә жасайды. Сондықтан ол күнә жасауды жақсы көреді. Ол не үшін мұнда? Негізінде ол барады, және күнә жасайды. Бұл үшін шіркеу қажет емес, ол жай ғана барып ішеді. Оған қиыншылықтар не үшін керек? Бірақ шайтанды бұл қызықтырмайды. Ол тек күнә жасайды. Ол шіркеуде ішіп, азғындық жасауы керек. Соңғы уағыздағы соңғы шіркеудегідей көрдім. Соңғы бірінші бөлімде олар опни финалайды. Киелі шатырдың кіреберісінде әйелдермен бірге жатты. Неліктен олар мұны жасады? Киелі орынды қорлау әрқашан мақсат, қасиетті жерді қорлау. Сондықтан шайтан әрқашан жүреді. Мысалы, шіркеуге адамдар үшін мас күйде дұға ету, Құдайды мазақ ету үшін жақсы мысал. Жай ғана ойлап таба алмайсың, міне, оңайы жоқ. Енді ішіп алып, адамдар үшін дұға бастау. Ал егер оған қоса ғажайыптар болса, онда шайтан үшін тіпті керемет, дәл керемет, міне, мазақтауды көбірек ойлап табу. Тіпті мүмкін емес. Адамдар мұны қалай жұта алады? Білмеймін, бірақ жұтады. Матфей 2424. Өйткені жалған мәсіхтер, жалған пайғамбарлар пайда болып, үлкен белгілер мен ғажайыптар жасайды. Егер мүмкін болса, таңдауларды азғыру үшін, ал бұл өлеңде біз шайтанның жаңа есімін көреміз: жалған христтер мен жалған пайғамбарлар, яғни шайтан енді өзін бұрынғы бөлімде көргеніміздей Фамуза деп атамайды. Ескі келісімдегі өмір ұлы деп алайда қалай біз. Есепте оқығанымызда ол мәселе бар еді, ал осы христиан знамение, олар кереметтер мен белгілер көрсетіп жазылған. Бұл оның камуфляжы, бұл оның киімі. Ал енді ғана логикамызды қосамыз, қарапайым логикамызды. Сіз қалай ойлайсыз? Егер Иса Мәсіх Інжілде сізді кереметтер, егер ол Мәсіхке ұқсағысы келсе, оған ұқсас болғысы келсе, қандай кереметтер көрсететінін табыңыз. Табыңызшы, егер ол Мәсіхке ұқсағысы келсе, оған ұқсас болғысы келсе, ол қандай кереметтер көрсетеді? Ол Христос деп ойлауымыз үшін оған қандай кереметтер керек? Жазылғандай дәл сондай. Және оған бұл не үшін керек? Таңдаулардың себебі үшін алдап, оған табынуға мәжбүрлеу үшін. Олар мұның Христос екенін ойлау үшін, оның мақсаты Христосты өзімен алмастыру, сондықтан ажырату үшін біз жемісті көруіміз керек. Жеміс-жемістермен оларды танисыңдар. Жеміс-жеміс деген не екенін білесің бе? Бұл құпия жасырынған кезде. Тамырлар сыртқа шығып көрінетін болады. Міне, біз күзде, қыста барлық ағаштар бірдей оларды.
Олардың тамырларында қандай ағаш бар мен көбінесе түсінбеймін, ал шабдалы жүзім пайда болғанда біз оңай ажыратамыз. Иә, алмалардың не екенін, барлығының не екенін көрсетеді. Міне, тамырлардың құпиясы сыртқа шықты. Міне, құпия айқын болған кезде жемісті көру, білесің бе? Жаңа өсиетте Аян кітабында шіркеу сипатталған. Вавилондық жезөкше міне жалған шіркеу, және оның маңдайында құпия жазылған. Шайтанның шіркеудегі әрекеттері әрқашан жұмбақ. Не туралы жазылғанын оқып көрейік. Оның және біз оның белгілерін түсінеміз. Бұл рухты, шайтанның бұл жүйесін қалай ажыратуға болады? Шіркеуге Аянның 17-ші тарауының 5-ші тармағын жүктейді. Ал әйел күлгін және күлгін түсті киім киген. Күлгін және күлгін жердің киімі. Саяси билік міне, оның мүдделері ол саясатқа тартылған. Бұл шіркеу алтын асыл тастармен безендірілген және маржан бұл дүниенің құндылықтарын көрсететін. Оның құндылықтары алтын, інжу, маржан, алтын тостағанды алтын ұстады. Қолында жексұрыністерге, арамдыққа толы тостаған, онымен азғындық жасап, ол өз есімін жұмбақ деп жаза бастады. Ұлы Бабыл жер бетіндегі жезөкшелер мен жексұрындардың анасы. Оның аты Вавилон, яғни шатасу дегенді білдіреді. Бұл оның құпиясы. Иса оның сүйіктілерінің бірі, оның көптеген сүйіктілері бар, ол жақсы көреді. Исаны және алтынды жақсы көреді, оның көптеген жақсы көретін нәрселері бар. Ол күнәнің анасы, оны саясатқа тартады, оны тартады. Байлыққа, яғни Исаның тәні шіркеуі болған сияқты. Мәсіхтің шіркеуі қалыңдық, шайтанның да дәл сол бейнесі бойынша тәні бар. Жеңіл жүрісті әйелдер шіркеуі. Бұл оның тәні. Енді жеңіл жүрісті әйелдер шіркеуінің Иса Мәсіх шіркеуінен айырмашылығына тоқталайық. Қалыңдық шіркеуі не киеді? Аян кітабының 19-ші тарауының 7-8 аяттары қуанып, шаттанайық және мадақ айтайық. Оған даңқ, өйткені тоқтының үйлену тойы келді, және оның әйелі өзін дайындады, және оған таза және жарқын көктемде киіну берілді. Весон, әулиелердің әділдігі. Иса Мәсіхтің шіркеуінің бір ғана құндылығы бар, бұл Иса Мәсіх. Ал міне, оның әділдік. Біз оның үстінен басқа киім көрмейміз. Жалғыз киелілік тек, әділдік тек Иса Мәсіх. Оның өзін киюге берілгендігі оның өзінің весон емес, Иса Мәсіхтің әділдігінде киінгенін айтады. Бұл Мәсіхтің киелілігіне бөлінуді білдіретін діни қызметкерлердің іш киімі. Сіз әртүрлі киімдер мен әртүрлі құндылықтарды көресіз. Бұл шіркеулердің киімдері мен құндылықтары әртүрлі. Жезөкшеде бұл дүние, қалыңдықта патшалық бар. Көктегі мұнда танудың ең оңай жолы, әрқашан құндылықтарға қараңыз. Матай 7-ші тарау. 22-ші, 2-3 тармақ. Мінберден қандай құндылықтар уағыздалады? Бірден бірінші белгі көп айтады маған. Сол күні еміз сенің атыңнан біз пайғамбарлық етпедік пе, сенің атыңмен біз жындарды қумадық па? Және сенің атыңмен көптеген ғажайыптар жасамадық па? Сонда мен оларға жариялаймын, мен сендерді ешқашан білген емеспін, менен аулақ кетіңдер. Заңсыздық жасайды. Заңсыздық жындарды қуып шығарғанын көресің бе? Ал заңсыздық жасайтындар міне, осы заңсыздықтың жемісі ол жай ғана өсіп шықты. Міне енді айтылғаннан шығатын қорытындылар. Бірінші, шайтанға қызмет ету. Бұл шіркеуде қызмет ету, бірінші түсіну керек. Екінші, шайтанға қызмет етудің белгісі, ол Мәсіхтің есімін пайдаланады, ол өзін шайтан деп атамайды, ол Мәсіхтің есімін пайдаланады. Үшінші, көрсеткіш, ғажайыптар. Оларда бұл қалыпты жағдай сияқты, ол үшін ғажайыптар жасайды деп жазылған. Төртінші, жасамен жоқ. Ғажайыптар тек шайтанда ғана бар деп айтамын, мен оны айтпаймын, мен ғажайыптар жоққа шығармайды, және ешқандай жол менде емес деп айтамын. Бұл шынайы екенін көрсетеді. Ал шынайылық, ал өмір салты, бұл белгі, өмір салты. Өмір салтына арналу міне, бұл белгілер, ал ғажайыптардың өзі белгі бола алмайды. Ал төртіншісі, бұл айқын заңсыздықты жасау. Бұл адамдарда әрқашан осы бар. Қандай да бір айқын нәрсе болады, қандай да бір айқын адасу, немесе олар ақтап таңғызатын айқын заңсыздық күнәсі. Және
Бесіншіден, олар Құдайға қызмет етіп жатырмыз деп есептейді. Исаның өзі ең соңында ғана оларға ештеңе жоқ екенін хабарлайды. Олармен оның ешқандай қатысы жоқ. Олар бар деп ойлады, бірақ олардың өзін-өзі алдауы неге болды, олар жасады. Заңсыздық және Иса Мәсіхтің есімімен қызмет ету кезінде жындар шығады, аурулар жазылады. Олар Құдайға қызмет етеміз деп ойлады. Ал қорытынды шайтан Мәсіхтің киіміне киінген, бірақ қажайыптармен бүркемелене отырып, өз заңсыздығын жасайды, яғни бұл үшін қалыпты жағдай. Ол 1 Коринфтіктерге 6 тарау 10-11 өлеңдері ұрылар да, ашкөздерде, маскүнемдерде емес. Жаман сөзділерде, жыртқыштарда Құдай патшалығын мұра етпейді. Сендердің кейбіреулерің осындай болдыңдар, бірақ жуылдыңдар, бірақ нұрландырылдыңдар, бірақ иеміз Иса Мәсіхтің атымен және Құдайымыздың рухымен ақталдыңдар. Бұл адамдар үшін әрқашан шығу жолы бар екенін білесің бе? Әр күн сайын жуыну және нұрлану әрбір нағыз өкіну, бірақ әрбір нағыз өкіну бізге жеміс әкелуі керек. Сөз түрінде емес, нақты өзгерістер түрінде. Ал білесің бе, мен мұнда бір қызметшімін, сондықтан ол да кереметтермен белсенді уағыз айтты. Бірақ мен алтын Бентлимен жұмаққа кіремін деп айтады. Ақшаны сығып алды, содан кейін мен оның уағызының қалай шыққанын көріп тұрмын. Ол біздің шіркеулердегі ағалық кеңестер, біздің шіркеулерді шайтандар басқарады. Және тағы бірдеңе дейді, қысқасы, мен досқа қоңырау шаламын. Менің юрамды бәрі біледі. Иә, мен юратыңда адам өкінді деймін, ол не, ақша таратты ма деді мен. Жоқ деймін, ақша әлі таратқан жоқ. Тек айтады, міне білесің бе, жеміс болуы керек, міне жеміс болуы керек, міне. Оның плоды жоқ. Енді қазір алу тиімді екенін көрдім. Басқа жағына да өтуге болады. Римдіктерге 6 тарау 22 аят. Ал қазір сендер күнәдан азат болып, Құдайдың құлдары болдыңдар, сендердің плодтарың. Киелілік, ал соңы мәңгілік өмір. Бұл біз Құдайдың құлдары болғанда, оның қызметшілері болғанда, плоды болады дегенді білдіреді. Киелілік. Егер керісінше болса, плоды күнә болады. Егер біз Құдайдың қызметшілері болмасақ, плоды күнә болады. Плодтары бойынша оларды таныңдар. Олардың кереметтері ақиқатсыздық пен киеліктен тыс, бұл шайтанның кереметтері. Басқа Інжілге қарасақ, Құдай сөзіне қарасақ, онда солай. Жалған пайғамбарлар, жалған елшілер, жалған ұстаздар. Ал олар шіркеуде емес, Антон Лавейдің істері Иса Мәсіхтің шіркеуінде болуы мүмкін. Кафедрада болуы мүмкін, немесе сонда ұмтылып, сөйлеуге, дауысқа ие болуға тырысады. Білесіздер ме, Аян кітабының 2 тарауы 20 аяттағы Изабель сияқты, бірақ саған қарсы азғана нәрсе бар, өйткені. Сен Изабель деп аталатын әйеліне жол бересің. Ол өзін пайғамбармын деп атайды және адастырады. Ол олай емес еді. Жай отыру емес, үйрету емес. Жоқ, ол үйретеді, түсінесің бе? Міне, ол жалған пайғамбарлық етеді, ол әрдайым үйретеді. Ол жақта бірден істеуге. Жоқ, ол шіркеуде, ол менің құлдарымды адастырып үйретеді. Зинақорлық жасау және пұтқа табынушылықты жеу. Қараңыз, бұл әйел өзін пайғамбармын деп атайды. Ол өзін не үшін пайғамбармын деп атайды? Оны тыңдау үшін. Бедел керек. Ал оның ілімі қандай еді? Бұл азғындық. Азғындық, бұл қалыпты жағдай. Білесіз бе, интернетте бір ролик бар. Он пастордың әйелі жүріп, азғындық туралы уағыз айтады. Бұл қалыпты жағдай сияқты. Бұл мүлдем. Бастысы әйелге құмарлықпен қарамау керек. Қалғанның бәрі жақсы. Денсаулықтарыңызға зиян келмейді. Пайдалы кім көрмеді, қараңыздар, мен әрқашан таң қаламын, неліктен адамдар тұрмады, шықпады, неліктен олар отыр бұл. Тыңдап отыр олардың басында, не бар, қайда бара жатыр, олар кімнің соңынан кетіп барады, онда ешкім наразы болмайды, білесің бе? Міне Інжілде біз табамыз, біз қазірдің өзінде көрдік, міне өткен уағызда, иә, өтірік қызмет. Ол әдетте 3 негізгі күнәмен зақымданады, бұл маскүнемдік, азғындық және күміс құмарлық. Ал жалған елшілер, ал неге және жалған елшілер, өйткені олар да жындарды қуды, бірақ жер туралы ойлады.
Егер оларда ғажайыптар мен белгілер болмаса, оларды кім елшілер деп атар еді? Дәл сол нәрседе оларды не үшін санады? Елшілер қалайда бұл табиғаттан тыс жасырылды, сондықтан Паулға білесің бе қиын болды. Коринфтіктерге олардың елшілері жалған елшілер екенін дәлелдеуге, өйткені ғажайыптар болды, олар басқаша өмір сүрді, бірақ оларда кереметтер болды. Сондықтан кереметтерге ешқашан қарамаңыз. Адамның не уағыздайтынына қараңыз. Бұл Құдай сөзіне сәйкес келе ме, және ол қалай өмір сүреді? Ол өзі осыған сәйкес өмір сүре ме? Заңда оның рухының жемістері бар ма? Бейбітшілік, қуаныш, сүйіспеншілік, мейірімділік, киелілік, даналық, осы нәрселердің бәрі. Адамда осы белгілер бар ма? Мен айттым, білесің бе, өткен уағызда, қазір айтайын, шайтан ол бүркемелеуші, ол иллюзионист, ол оңай жасырынады. Беткі христиандықта Петрдің екінші хаты, екінші тарау, бірінші, үшінші аяттар. Халық арасында жалған пайғамбарлар болған, сіздерде де жалған ұстаздар болады. Павел бірден айтады, сіздерде жалған ұстаздар болады. Құдай халқында бірінші серияда бізде жалған пайғамбарлар болды. Ал келесіде, міне шіркеуде оларда бар, ілім енгізетін ұстаздар. Олар жойқын ерестер енгізеді. Жай ғана ерес емес, түсінесің бе? Жойқын. Жойқын, және оларды құтқарушы емізден бас тартады. Өздеріне жақын арадағы жойылуды шақырады, және көптеген жазылған олардың азғындығына ілеседі, және олар арқылы ақиқат жолы болады. Мазақтауда міне мақсат ақиқат жолын мазаққа қою. Любостижаниядан сізді листивый сөздермен аулайтын болады. Міне бізге ұнайтын нәрсе листивый сөздер. Неден? Любостижаниядан сребролюбие, ақшаға деген махаббат сізді сөздермен ұстайды. Бірақ оларға сот көптен дайын, міне Құдай. Оларға қатысты бәрі шешілді, және олардың жойылуы ұйықтамайды. Ол күтеді, және білесің бе, мұнда біз көреміз, өтірік. Елшілер қазірдің өзінде жалған пайғамбарлар, жалған қызметшілер болған, және болады екіншісі. Олар жойқын адасушылықтарды енгізеді мақсат. Оларды жою, және бұл адамдардың мақсаты. Ал бұл адамдар оны не үшін жасайды? Олардың мақсаты пайда табу, пайда табады, олар одан пайда табады. Білесің бе, егер мен шіркеуге кірсем, айталық, шіркеуге кірдім, және мінберден өмірден ләззат алуды үйретедімен қараймын. Міне, бұл әнейдің бүгін біз өтуіміз керек нәрсе арқылы өтуіне лайық жолы бар. Мен кафедраның артында кім тұрғанын білемін. Сен оны қалай киіндірсең де, оған не кигізсең де, егер бұл нәрселер уағыздалса, мен бірден білемін. Кім тұрғанын, егер маған Исаны кедейлігімен масқараламау үшін бай болуын керек десе, мен білемін. Кафедраның артында кім тұрғанын, мен мұның артында қандай рух тұрғанын білемін. Егер маған мен шақырылдым десе, қаржылық өркендеуге мен кафедраның артында кім тұрғанын білемін, өйткені мен мәсіхтің соңынан еруге шақырылдым. Ал біз бәріміз мәсіхтің соңынан еруге шақырылғанбыз, өркендеуде де, жоқшылықта да, кез келген жағдайда. Білесің бе, Ишаяның 60-шы тарауының 1-ші өлеңінде жазылған қағида бар, ол бізде болады көтеріл, жарқыра. Иерусалим, өйткені сенің жарығың келді, және жаратқан иенің даңқы сенің үстіңе шықты. Келесі мүмкін. Себебі міне қараңғылық жерді жаулайды, халықты қараңғылық басады, ал сенің үстіңнен жаратқан ие жарқырайды, оның даңқы сенің үстіңнен көрінеді. Қара, міне қараңғылық жауып, содан кейін жарық келетін замандар келеді. Міне жарық келгенде не ашылады? Даңқ көтеріледі, бірақ болмауы да мүмкін. Жарық келеді, және бәрі анық болады. Екеуі де. Бір күні ол келеді. Бұл не болады? Міне ол жарық не істейді? Бұл не болады? Масқара ма, әлде даңқ па? Себебі бір күні барлық жасырын нәрсе аян болады. Құдай ашуды шешетін кездер бар. Қараңғыда жасырылған, содан кейін масқара немесе даңқ келеді. Бәрі біздің не жасырғанымызға, бізде құпияда не бар екеніне байланысты. Барлық жалған пайғамбарлардың айласы біреу. Менің қалай өмір сүріп жатқаныма қарамайық, Исаға қара, ал мен өмір сүремін. Қалай қаласам, солай. Жарайды, қорытындылайық. Мен аяқтап жатырмын.
Менің бүгін айтқаным шайтан бүгін қауыммен өте белсенді. Оның мақсаты шындықтан алшақтату. Құдай сөзі жалған пайғамбарды жемістерінен қалай тануға болады? Бұл жемістер көбінесе жалған пайғамбарлардың азғындық екенін біледі. Мастық, ақшаға деген сүйіспеншілік. Бұлар бар болса, олардың бірі қазірдің өзінде көрсеткіш. Оқытудың мақсаты емес. Жай ғана ақша жинау үшін, өйткені көптеген адамдар киелі кітапта олардың мақсаты ендігі ойлайды. Жалған пайғамбарлардың өздері кемдейтінін көрдік. Олар өздеріне бәрі жақсы екеніне сенімді. Олар қайда? Олар соқырды жетектесе, соқырды өзі де көрмейді. Соқыр басқанда олар барады, және оны тек соңында көреді. Шұңқыр және одан кейін адамда, сондықтан киелі рухпен қарым-қатынаста болу үшін Құдай сөзін білуіміз керек. Рухани болып табылатын жындардың ілімдерін мойындау бізге рухтарды тарату сыйы қажет. Құдайды қалай қорлаймыз? Білесің бе, бұл інжіріңді аспанға көрсету емес, бұл өзіңді мәсіх деп атау, және ол солай өмір сүру. Есімді өмір жолы қорлады, мәсіх туралы ештеңе айтудың қажеті жоқ, жай ғана осылай өмір сүріңіз. Біз қалай өмір сүреміз?